Көрермен қайырлы кеш. Бүгінгі эфир негативке толы болғандай. Хорошо, сіз де мені сөзден ұстадыңыз. Үміткер, қатысушылар және жүргізуші араларында бір үлкен дау болды. Бәрі қалай басталды? Гуджан жүргізушінің сұрақтарына тіптен жауап бергісі келмеді. Сұрақ қойса Балауса ханым жауап емес, кері сұрақ естейтін болды. Сіз ба негізі? Жоқ, мен сізден сұрап алайын бір. Мен де сізге сұрақ қойып. Еврейлер ұқсап. Еврейлер Гуджан болса айтқаны. Мен жалғызбын, бәрі жабылып жатыр. Менің де артымнан өзімнің достарым тұрса дұрыс болар еді дегендей. Балауса ханым оғанда көніп, келесі эфирде достарыңмен келсең де болады деген. эфирда сөйтіп істеу керек. Әрине, солай жасаңыз, мен ешқандай да. Заң екі жақтан да ашу көрінді. Бір-бірімен айтысып, салғаласып отырған көріністі көрдік. Мұнда Гуджан мен Арыстанның арасында да бір түсініспеушіліктер де болды. Арыстан болса Маржанға деген ойы бар екен. Осы жобаға да асығып келген себебім деген болатын. Кім білсін, кім өтірік айтып, шындықты айтып отырғанын. Маржан болса Гуджанмен таныстықты жалғастырғысы келгені анық болды. Ешкімге қарамастан Гуджанды таңдауға асықты. Деген құрметіне көңіліңіз тола ма? Орта мен сыйламай отыр. Орта сізді сыйламай отыр ма? Ал көрерменнің қандай пікірі бар, оқып жіберейін. Ұнамаса кетсеңіз болады деп қууға. Шебер екен мына Балауса. Қосуға тырысудың орнына не іс мынау? Пікір таластыра алмасан не істеп отсын ол жерде? Қатысушының бәрі жеп қалды ғой, сол үшін үндемей отыр. Балауса кетсін. Балауса кетші өтініш. Ойын, прикол дегенді түсінбейтін кемпір болмай. Тәуіржанның сөзін ойынға айналдырып, жеңіл қарауға болады ғой. Бірақ ондайға ми керек. Сенде жоқ екені көрініп қалды. Шакалдарыңмен Гуджанға жабылып мәсіндер. Неге жүргізуші Арыстанның аузын жаппайды? Қатысушылар бәрі жабылып, садиктегі балдар құсап, деңгейлері темен. Шах керім болса бәрінің ауыздарын жабар еді. Ақылдың жоқтығы боп тұр ғой, қосылайық жабыла салындар. Ал сіз қалай ойлайсыз?